Бір періште байлық тәңіріне шағымданып былай депті: сен байларға көңіл бөліп, кедейлерге жай қарайсың. Ақша табуда бақыт тәлей тек қана байларға беріліп, кедейлерге көзіңізді де салып қоймайсыз депті. Сондықтан қазір байығандар байып, терісіне сыймай бара жатыр, ал кедейлер күннен күнге нашарлап бара жатыр депті. Бұл жағдайды менен көрсең болмайды, дейді байлық тәңірі. Бұның өзі тағдыр, кейбіреулер расында маңдайына жазылған сорлылық. Сондықтан да оларға байлықты қос қолдап берсең де алмайды. Бұл сөздерге разы болмаған періште: олай болу екі талай. Егерде сен бір кедейге бір жамбы сыйға тартшы, алмағанын көрейік депті. Олар екеуі ара әңгімеде тұрғанда қарсы жақтан екі кедей адамның келе жатқанын көреді. Байлық тәңірі жамбыны олар өтетін көпірдің үстіне, жолға көрнеу жерге тастап қояды. Екі кедей келе жатып көпірге жақындағанда, біреуі және біреуіне: осы сен сенесің бе? Бұл көпір тарлау, бірақ мен көзімді жұмып өтіп кетемін депті. Және біреуі де: сен көзіңді жұмып өткен жерден әрине мен де өтіп кетемін деп, екеуі көпірден көздерін жұмып өтуге келісіпті. Өтіп бара жатып көздерін ашуға болмайды. Егер кім көзін ашса, сол жеңілген болады екен. Екеуі де жуас болғандықтан қулығы да жоқ, екеуі де көзін ашпапты. Бұлар көздерін жұмып көпірдің ортасына келгенде, біреуінің аяғына әлгі жамбы тиіпті. Тасты көпірдің ортасына қойып қойған кім екені деп күмісті теуіп жіберіпті. Байлық тәңірі және бір жамбыны олардың алдына тастап қойыпты. Екеуінің және біреуі әлгі жамбыны басып: досым-ау, мен де басып алдым деп қойып өтіп кетіпті. Екеуін көзімен көріп отырған періште байлық тәңіріне сеніпті. Жуастар жамбы аяғына тиіп, өзіне келіп тұрған байлыққа да көзін ашып қарамайтын тұрса, қалай бай бола алады? Егер басқа адам болса, тым болмағанда көзін ашып қараған болар еді. Бір рет көзді ашып қарағанға не болар еді? Бір реттік пайдасы жоқ ойыннан жеңіліп қалса не болатын еді? Екі кедей келіскен уәде бойынша көпірден өтті. Дұрыс дейміз, олардың сөзінде тұратын ерекшелігін мақтауға, тіпті үйренуге болатын да шығар. Бірақ қарап тұрып алға келген бақталайден байлық жолынан айырылып қалуын қалай түсінеміз? Реал өмірде бұндай орайлар келе бермейді. Тіпті қазіргі өмір қиян кескі бәсекеге толы, жағаласпай жаңғалмайды дегендей, өзің алға ұмтылмасаң бәрі бекер. Сондықтан жуастар қалай пайдаға қол жеткізе алады? Жуас болу кедей болудың бір себебі. Сіз қалай ойлайсыз? Келісесіз бе? Өз көз қарасыңызды жаза кетіңіз. Бөлісіңіз. Арнамыздағы мазмұндар сізге ұнап жатыр ма? Жаза кетіңіз.